Жалпы біздің кейіпкер Аманжол ағамыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. Онлайн оқу жүйесінің балаға оңай соқпасы анық. Сондықтан сабақтан бір сәтке бос уақытын бос жібермей спортпен шұғылдануға, серуендеуге, кітап оқуға бағыттап отырамын дейді. Қазақта бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деген жақсы сөз бар. Әке болу бар да, әке бола білу бар. Бұл екеуі екі бөлек ұғым. Қазіргі қоғамда бұл тақырып өте өзекті болып отыр. Бала бойында жақсы қасиеттердің барлығы әке арқылы қалыптасады деп ойлаймын. Мен 4 баланың әкесімін. Өзімнің әкемнен көрген тәрбиені балаларыма көрсетіп келемін. Алдыңғы арба қалай дөңгелесе, соңғы арбада солай жүреді. Балаларымды өз балам емес, елдің баласы деп, қоғамның бір мүшесі деп санаймын. Қазір заманда адамда басқа, біз бала кезімізден әкенің қас-қабағынан сескеніп өстік. Ал қазір балалармен дәл бір досындай солардың тілінде сөйлесу қажет. Мен мектепте алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ беремін. Сабақ барысында әрдайым ұл балалардың, яғни болашақ әкелердің мойнына артылар жауапкершілік, ер азаматтар тәрбиелеудегі табандылық, қайтпас қайсарлықты бойларына сіңіруге тырысамын. Көпке топырақ шаша алмаймын әрине. Дегенмен қазір көптеген ата-аналар жұмыс басты, өздері әлеуметтік желіде отырып, балаға назар аудармай қалады. Сондықтан олар жылуды сырттан іздейді ол балалар. Араларында адасып жүріп, от басатындар да кездеседі. Кейін барып өкінгеннен гөрі тәрбиені тал бесіктен бастаған жөн. Әке көрген оқ жонар деп бекер айтып болмаған ғой енді. Бұрындары әкелеріміз атқа мінгізіп, қамшы өргізсе, қазір балаларымызбен бірге спортпен айналысып, немесе қызықты тақырыптарды талқыласақ, әке мен баланың арасындағы қарым-қатынаста нығаяр еді деп ойлаймын. Әкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы бұл жақсы тәрбие. Егер балаларымыз есімімізді көкке көтеріп жатса, әке үшін одан асқан бақыт бар ма? Тіпті мың мектеп те бере алмайтыны, тәрбие бере алмайтыны әкенің тәрбиесінде ұмытпағанымыз жөн.